Міне Светлый ауылында тұрмыз, келдік, сіздердің сұрауларыңыз бойынша. Міне жерде ТО-ның 4 представителі тұр. Міне. Бір ауылда 4 ТО бар. Иә, бір ауылда 4 ТО бар. Міне жағдайларын көріп тұрсыздар. Енді қазір біз сұрақ қоямыз, сіздерді, которые вас интересуются вопросы, мы будем задавать оларға. Сіздерге міне өздерінің аузынан естесіздер. Айтыңыздаршы, вот келген адамға сіздер қандай жұмыс предлагать ете аласыздар? Қандай ұсына аласыздар? Қандай жұмыс бар сіздерде? Водитель КамАЗа, водитель К700, сельхозпроизводитель. Сельхозпроизводитель дегеннің ішінде не жатыр? Егін себеміз, арпа сегеміз, лен себеміз. Комбайнер керек бізге. МПЗ-ға отыратын, тракторға отыратын кісі керек. Повар керек бізге. Осындай тоққа адам керек бізге. Жұмыс істеуге. Электрик керек бізге. Енді, Бәке, айтыңызшы, айлықтары қанша? Самый минимальная зарплата и самая максимальная зарплата. Кешіңізде мал бағатын адамдар керек. Минимальный мында 70 қой, үлкені 200 мың. 200 мың, е? Енді, это круглый год, мына айлық до конца жүреді. Өні кейін мал бағатын адам керек дедіңіздер. Енді, например, келген адамдарға, міне, келсе, семья келсе, қандай көмек сіздер бере аласыздар? Не береміз деп? Мемлекеттен бөлек. Мемлекет емес, мемлекетті жабылды. Қараңыздар, отын, биыл келгенге отын бере аласыздар ма? Отын, көмір бере аласыздар ма? Биыл бір-ақ жылға. Ол көп жылға емес. Өні кейін малдан бір көмек бере аласыздар ма? Қой береміз. Қой? Қанша? Келген бір семьяға бір қой ма? Или қалай? Жоқ, мен айтам, бір семьяға бір қарамал сиырды бере аламыз. Сіз бере аласыз, е? Или бір қой деп отыр. Жоқ, бір ауыздан шығу үшін әр семья кем дегенде бір сиырдан и бір 5-6 қойдан. Вот, 5-6 қой, бір сиыр вы обещаете. Оның бір жылға, пока сіздерге жұмысқа кіргенше, жемін, шөбін көмектесе аласыздар ма? Міне, көмектесе аласыздар. Өні кейін, қандай сұрақ сенікі? Сен жылы үйлерді көрсеттік қой. Сіз соларға сәл көмек бере аласыздар ма үйді қалпына келтіруге? Мынау, например, біз Ақтасқа алып келген адамдар, Ақтаста Нұрекең, е? Нұрекеңдер, Нұрғожа деген кісі сәл жағдайларын жасап берді, аналардың бала шағасына. Оның жағын етпей қойыңыз. Вот. Сосын мектепке келген бала шағалары болатын болса, олардың мектеп... Мына негізі бар ғой, мына бағанағы Светлый ауылында мынандай үйлер көп екен. Қара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 шақты үй бар екен. Міне, бірінші, екінші этаж. Егер нақты келіп тұрам деген адамдар болса, ТО-ның адамдары, бағана мен сіздерге көрсеткен, осы үйлерді ремонт істеп, үй қылып беруге де құда қаласа, биыл емес прям, келесі жылға ма, одан кейінгі жылға ма түскен ақшаға осы үйді ремонт істеп, өздеріне ыңғайлы етіп істеп береміз, істеп бере аламыз деп отыр. Міне сіздерге тұрамыз деген нелерге, адамдарға. Иә, келгендерге, көп балалыларға деп жатыр, көп балалыларға. Қайырлы күн, қалайсыздар? Сіздердің сұрауларыңызбен Светлый ауылына келіп тұрмыз. Қазір үйді көрсетеміз. Мына үйді суреті бар. Қазір ауласын, қораларын көрсетеміз. Кирпичный дом екен. Міне. Енді нақты адам келіп көріп атса, ішін бәрін ашып көрсетеді. Қазір пока жабық тұр. Иә, көп уақыттан бері жабық тұрған үйлер. Иә. Ауласы тап-таза, күшті гүлдер егіліп қойған үшін. Жоқ, егілмеген. Мынаны қараңыздар, нелер шығып жатыр. Мынау там арты. Ара түсіріп тұрсың ба? Иә. Мынау нағыз біздің оңтүстікте дача құсатып істелінген үйлер екен. Қыздар, жігіттер, қараңдар, мынаның бәрі сирень. Міне. Мынаның бәрі гүл, мына жақтың бәрі. Қолы гүл адам болса, мынаны өзіне өте ыңғайлы қылып жөндеп алады мына үйді. Мына қараңдар, фундаменттерін қараңдар үйдің.
Өнен кейін көмектесеміз деді сәл жөндеуге. Үйі бір әдемі салынған екен. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, сонша уақыттан бері қараусыз қалған үйдің жағдайы қандай болады? Кәсіпті қолы гүл адам кеп, мына қара. Фундаменті қандай, и мына дуалының өзі қандай. Мына қараңыз. Мынау жері, егін егетін. Ва, ана биіктігіне. Даже мансарты бар ма деймін, қараңыз ана несі. Иә, даже мансарты. Енді қараңыздар, мынау вроде бұл осының сарайы сияқты. Енді біз қателеспесек, осы үйдің сарайы сияқты. Мына туалет. Иә, қарағанда осы үйдікі, иә? Осы үйдікі. Қоршалғанда. Мына үйдің сарайы екен. Енді жігіттер, қыздар тазалау керек, тазалау. Үй болам, тұрам деген адам тазалап жөндеп алса, міне қараңыздар, сарайы өте тамаша екен. Біз енді Арай екеуміз осы жерде тұрғаннан кейін бұндай сарайға қол жеткізу даже біздің екеумізге де бұйырмапты әлі. Бұндай сарайды көрсек, біз қуанамыз. Мынау осы баня емес пе? Жоқ. Ни хрена себе, смотри қандай бұл сарай. Бүкіл бөлек-бөлек. Әрқайсысы тас. Ары қарай кіруге қорқам. Но бүкіл, міне. Бүкілі дайын, я. Ат тақырлары бәрі дайын. Мына жақта ана жағын жабады екен да. Көріністе тұр. Міне жерде тұр. Тоже бір отын қана ма әлі. Мына жақта тауық қора. Тауық қора. Не? Сиыр ұстайтын жақ екен міне жер. Саламатсыздар ма, қайырлы күн баршаңызға. Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданынан сәлем. Мына жақта сіздерге уәде еткендей жаңа үйлерді көрсетіп жатырмын сіздерге. Мына жақта 20-30 үй енді соғылып жатыр. Құдай қаласа күзде бітеді. Ар жақтан үлкен жезқазған трассасы өткен, үлкен трасса. Мына жақта уже салынып қойған үйлер, дайын үйлер. Қызыл кірпіштен салынған. Мына осында сағат 9, бірақ әлі күн жарық. Как будто сағат 6 не сияқты оңтүстіктегі.